Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қарағанды қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі Мұхамеджан болар. Бүгін менің қарастырғалы отырған тақырыбым физика пәнінің қашықтықтан графикалық планшетті пайдалана оқытуда Active Inspire бағдарламасының тиімділігі. Өздеріңіз білесіздер, жағдайға байланысты барлығымыз қашықтықтан оқуға көшкен болатындығымыз және де қашықтықтан оқытуды Microsoft Teams бағдарламасы арқылы жүзеге асырып жүрміз. Физика пән мұғалімі ретінде бізге тақта өте қажет, және де ең алғашқы мәселе осы болғандығын тақтаны немен алмастырамыз. Және бұл мәселе графикалық планшетті пайдалану арқылы шешуді жөн көрдік, және де бұл өз тиімді нәтижесін берді. Екінші мәселе, тақта ретінде нені қолдана аламыз? Яғни бағдарламалық тұрғыда біз қандай платформаны қолдансақ болады? Әрине, ол үшін ең басында бізге Teams бағдарламасының тақтасы ұсынылған болатын. Бірақ оның мүмкіндіктеріне назар аударатын болсақ, міне, төрт түрлі карандаш және де оған арналған өшіргіш. Бізге сызба жасауда бұл өте жеткіліксіз, бізге одан да көп мүмкіндіктер қажет тұғын. Және сол үшін біз PowerPoint бағдарламасын кез келген сызбаны анимациялық түрде беруге тырыстық. Бірақ біраз қиыншылықтар бар. Қазір оны талдап кететін боламыз. Мысалы, мен 2019 және 2020 оқу жылында 3 параллельге сабақ берген болатындығым 7-ші, 8-ші сынып және 9-ші сыныптарда. Қиындық менде оптика тақырыбында болғандығын, ол жерде сызбалар өте көп және де сызбалар жасалу міндетті. Оқушыларға управлениені бере отырып, біз тақырыпты талдай алатындығымыз. Бірақ мынандай мәселе. Егер PowerPoint-та жасайтын болсақ, ол қалай болады? Міне, осыны егер бала көшіріп жазан дейтін болса, көріп тұрсыздар, тіке салу қиындау. Дәлдік кететін болса, онда тақырыпта бізде үлкейтілген, кішірейтілген деген дене өлшемінің өзгеруі. Үлкен қателіктер алып келеді. Сол себепті бізге бұл мәселені шешу керек жағдай туындады. Ол үшін не істедік? Міне біздің жағдайымызда бұл PowerPoint-тың мүмкіндіктері. Бір, қиындықты қалай шешуге болады? Графикалық планшетті қолдану барысында түзу сызықтарды сызуды әр мұғалімнің немесе оқушының сыза білу дағдысына қалдыру. Мен жаңа сызбаны көрсетуге тырыстым, және де ол жерде мүмкіндіктер өте аз екенін көрсеттім. Екінші, графикалық планшетті қолдану барысында түзу сызықтарды салу үшін материалды сызғыш пайдалану. Яғни планшетті жазған кезде, планшетпен жұмыс жасаған кезде түзу сызықтарды салу үшін кәдімгі сызғышты қолдану. Кәдімгі сызғышты қолдану бұл біздің тәжірибемізден тексерілген. Бұл әдіс жұмыс жасайды. Бір апта сіздерге ыңғайсыздық туғызуы мүмкін, бірақ өз нәтижесін беретін болады. Бірақ бұл да ыңғайсыз. Сол себепті біз ары қарай шешім табуға тырыстық. Шешімді мына бағдарламадан көріп тұрмыз. Active Inspire бағдарламасы қандай тиімділіктері бар? Ең бірінші таныстырып өтетін болса, кез келген операциялық жүйемен жұмыс жасайды. Кез келген басқа бағдарламадағы материалды көшіріп ала аласыз, және де сол жерде оны өзгерте аласыз, және де тек өзіне ғана тән функциялар. Таймерді қолдануға болады, және де бұл бағдарламада тест кез келген тапсырмаларды өзіңіз құрастыра алсаңыз болады, және де оны шығарып алуға да болады. Енді жаңағы сызбаны біз Active Inspire бағдарламасында сызып көрсек. Менің ұсынысым сетка жасап алу. Көрінетін дейміз. Және де үзік сызықтар. Мен осымен жұмыс жасаған ұнатамын. Екінші, фигураның ішіне кіреміз. Фигураның ішінде кез келген фигура бар. Бізге қажетті түзу. Түзуді аламыз. Дөңес линза. Денені алайық қазір. Мұнда дене орналассын.
түскенін сөйлейін саған. Фокустан өткіздік. Сындырмай екінші сөйлені өткізіп жібердік. Және кескін. Қиылысқан нүктеде кескін алдық. Көріп тұрғандағыздай, бұл бағдарламамен жұмыс жасау өте оңай. Және де тез. Және де сызбалар нақты көрінетін болады. Әрине бұл бағдарламаны тек қана сызба ғана салу емес, бұл бағдарламада жазуға да болады екен. Яғни мысалы түсіндіру керек болатын болса, үлкейтілген, кішірейтілген дейтін сөздер келетін болса, жазуға да болады. Осындай мүмкіндіктер әрине айта кетуге болады. Ары қарай іздену барысында Microsoft Office бағдарламасын, OneNote бағдарламасын қолдануға болады. Және де бұл бағдарламаны қолданатындар да аз емес екен. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.